Қайырлы күн. Мен Қамзаева Гүлшат Салыққызы, Қазақ тілі әдебиеті және журналистика кафедрасының доценті, филология ғылымдарының кандидаты. Бүгінгі тақырыбымыз матасу амалы арқылы жасалған зат есімді сөз тіркестері изофет. Жалпы сөз тіркесі дегеніміз не? Сөз тіркесіне тән қасиеттер. Сөз тіркесі деп отырғанымыз толық екі мағыналы немесе бірнеше сөздердің белгілі бір грамматикалық формалар арқылы байланысу амалы болып табылады. Өзімізге белгілі байланысу формалары қиысу, меңгеру, қабысу, жанасу формалар бар. Ал сөз тіркесіне тән формалар матасу, меңгеру және қабысу болып табылады. Біздің сөз етпек болып отырған тақырыбымыз матасу амалы арқылы құрылған зат есімді сөз тіркестері. Жалпы сөз тіркестері өздерінің өн бойында қай сөз табына жақын, көбінесе берілетін сөз табы бұл зат есім болып табылады. Мынаған назар аударайық. Матасу амалы екі грамматикалық форманың бір-бірімен іліктес келуімен ерекшеленеді. Табиғатында осы екі грамматикалық форма бір-біріне өте жақын келеді. Мұхтардың шығармасы мысалындағы бағыныңқы Мұхтардың дың ілік септігінде тұрса, шығармасы басыңқы сөз тәуелдік жалғауының үшінші жағында тұр. Ендеше матасу амалы белгілі бір екі іліктес форма бірінші басыңқының тәуелдік жалғауында тұруын және бағыныңқының ілік септігінде тұруын қажет етеді. Мағыналық ерекшеліктері сөз тіркесімділік жағынан матасу амалдарының өздеріне тән қасиеттері бар. Матасу амалдары бірінші меншіктілік қатынас матасу амалында өте елеулі рөл атқарады. Бізде мысалда көрсетілген ауылдың малы, демек мал ауылдың меншігіндегі мал болып табылады. Саматтың қолжазбасы матаса амалы арқылы тіркескен сөз тіркестері белгілі бір дәрежеде тәуелдік жалғауы қолжазбасы басыңқының тәуелдік жалғауында саматтың ілік септігін жалғауын қажет етіп тұр және қолжазба саматтың игілігіндегі саматқа тән екендігі ерекше меншіктілікті аңғарып тұр. Сөз тіркесінің матасу амалы жасалған осы бір сөз тіркесінің екінші бір мағыналық ерекшелігі бүтін зат пен бөлшектің арасындағы қатынас. Мысалы, пышақтың жүзі пышақ бүтін, жүзі бөлшек болып табылады. Айтып өткеніміздей, басыңқы тәуелдік жалғауында, бағыныңқы пышақтың ілік септігінің жалғауында тұр. Және үшінші ерекше қасиеті мағыналық амалы бұл реалитивтік қатыстық, заттық қатыстық амал. Демек, желдің лебі, жел және леп сөздерінің белгілі бір матасу амалы жасалып, лебі сөзінің тәуелдік жалғауында тұруын, ал желдің ілік септігінің жалғауында тұруын қажет етіп тұр. Міне, осы бір ерекшеліктен кейін матасу амалы арқылы жасалған зат есімдерге толымды және толық емес құрамда келетін жағдаяттар молынан кездеседі. Ғалымдар осы бір ерекшеліктерді тек қана зат есіммен тіркескен ғана сөздерде, сөз тіркестерінде кездесетіндігін атап өтір. Мысалы, ауылдың малы толық құрамда берілген матасу амалы арқылы жасалған сөз тіркесі, ал ауыл малы бұл толық емес, толымсыз құрамда жасалған сөз тіркесі болып табылады. Айта кету керек, Абайдың кітапханасы. Кітапхана Абайдың меншігіндегі кітапхана. Ал егерде Абай кітапханасы болған жағдайда, бұл кітапхана Абай атындағы кітапхана болып, сөздің мағынасы өзгереді. Осындай ерекшеліктерден барып, толық формадағы матасу амалдарын ғалымдар Баскаков, Кононов, Қазақ тілі сөз тіркесінің синтаксисін зерттеген Мәулен Балақайұлы Балақаев ерекше атап өтіп, оларды берік және босаң ерекшеліктердегі сөз тіркестер деп қарастырды. Олардың айтатын уәжі, олардағы предикативтік
анықтауыштық, пысықтауыштық, толықтауыштық қатынастағы ерекшеліктер келетін сөз тіркестеріндегі анықтауыштық қатынастағы сөз тіркестерінде осы бір ерекшелік толымды, толымсыз немесе берік, босаң формаларында кездесетіндігін баса айтып отыр. Мынаған назар аударайық. Айтып отырған мысалдарымыздағы мал шаруашылығы, ауыл шаруашылығы, мәдениет үйі деп берілетін толымсыз формадағы босаң изофеттер кейінгі даму аясында олар белгілі бір заттың атауына айналуға ерекше мән беріледі. Мал, мысалы, мал шаруашылығы, малдың шаруашылығы деп емес, мал шаруашылығы белгілі бір терминдік құрамда беріліп отыр. Сондай-ақ қазақ тілі, ана тілі, қазақтың тілі, ананың тілі белгілі бір реалитивтік мағынасы басым болып кетіп, меншіктілік мағынасы босаңсып, олар терминдік атауға ие болған. Қазақ әдебиеті, мәдениет үйі деген сияқты. Міне, бұл анықтауыштық қатынастағы ерекшеліктер деп ғалымдар баса айтады. Матасудың толымсыз түрлерінің екі компоненттегі ерекшелігін айта отырып, тек қана зат есімдерден жасала ма деген сұрақ қойылады. Иә, матасу амалдары сөз таптарының ішінде есімдікті де қабыл алатын кездері болады. Менің көйлегім, менің есімдік іліксептігін қабылдап тұрса, көйлегім белгілі бір тәуелдік жалғауын қабылдап тұр. Міне, сондай-ақ матасу амалы арқылы құралған сөз тіркестері өздерінің бойында бір затты ерекше атау мағынасында да көрінеді. Мысалы, жігіттің жігіті еді. Жігіттің жігіті ерекше адамның бойындағы қасиетті даралау мақсатында тәуелдік жалғауы мен іліксептігінің формасында беріліп, осындай ой жалғастыру үшін қажеттілігі бар. Және толық емес құрамда берілетін, толық құрамда берілетін жүйріктің жүйрігі белгілі бір сапаны ерекшелеп көрсету барысында жүйріктің жүйрігі деп айтып, матасу амалы арқылы жасалған сөз тіркестерін жасауға болады. Яғни, сондай-ақ мынау мысалдағы қызылдың әскері матасу амалын қабылдап тұр. Қызыл жекедері дара алғанда сын есім, субстантивтеніп барып, заттанып барып, қызылдың дың іліксептігін қабылдау арқылы субстантивтеніп, матасу амалы арқылы жасалып тұр. Әскері тәуелдік жалғауының үшінші жағын қызылдың, яғни кімнің дың іліксептігі арқылы, заттану арқылы матасу амалын жасап тұр. Белгілі бір даму аясында айта кеткеніміз жөн, сөз матасу амалы арқылы жасалған сөз тіркестері белгілі бірліктердің молынан жасақталуына өзіндік үлесі зор. Мысалы, оспан келді. Предикаттық қатынастағы қиысу формасындағы предикаттық сөйлемді кейіннен сөйлеу барысында, коммуникация барысында, қарым-қатынас барысында, адресанттың қарым-қатынасы барысында предикатқа айналып кеткен жағдайлары да бар. Мысалы, оспанның келгені. Демек, баяндауыш өзі тәуелдік жалғауын және зат есім іліксептігінің жалғауында беріліп тұр. Матасу амалы арқылы жасалған сөз тіркестері сондай-ақ белгілі бір атаулы сөйлем құрамында соңғы кездері молынан кездесіп жүр. Таудың биігай, атаулы сөйлем. Кезінде бұл сөз тіркестерін матасу амалы арқылы жасалған сөз тіркестеріне қатарында қарастырсақ, даму барысында белгілі бір жеңілден күрделіге даму барысында олар сөйлем жасауға да өзіндік үлесін қосып отыр. Жалпы зат есімді сөз тіркестерінің мағыналық ерекшеліктерін біз атап өттік. Сондай-ақ мағыналық қатынас беруде де мынау меншіктілік қатынас басым екендігін назарға аударғым келіп отыр. Саматтың қолжазбасы, Мұхтардың шығармасы, ауылдың малы. Зат есімді сөз тіркестеріне матасу амалымен қатар біз бағана айтып кеттік, меңгеру және қабысу тән дедік. Қабысу мақсатындағы тас жол
тау кешкі сөз тіркестерінің әдебиеттерде мағыналық қатынасын беруде белгілі бір қатынастар аңғарылады. Демек, сөз тіркестерін тануда анықтауыштық, пысықтауыштық, толықтауыштық қатынастар бар десек, бұл сөз тіркестерінде Мұхтардың шығармасы кімнің шығармасы? Анықтауыштық қатынасқа негізделген мағына бар. Және де қабысу формасы арқылы жасалған тас жол сөз тіркесінде қабысу формасы беріліп отыр. Демек, басыңқы сөз жол ешбір қосымшасыз, бағыныңқы сөз ешбір қосымшасыз. Айта кету керек, тастан салынған жол деген сөзді эллипсистік қысқа формасында беру үшін қазақ тілінің шеберлігі сол тас жол деп беріп отыр. Тауда өсетін ешкі деген сөздің орнына жинақы түрде тау ешкісі немесе тау ешкі деген сөз тіркесі құрамында беріліп отыр. Міне осындай ерекшеліктермен зат есімді сөз тіркестері ерекшеленеді. Айта кету керек, осы мақсатта ғалымдар тіл білімі зерттеу саласында Мәулен Балақайұлы Балақаев сөз тіркесінің матасу амалы арқылы жасалған зат есімді және қабыса байланысқан зат есімді сөз тіркестерінің бір ерекшелігін анықтады. Үнді Еуропа тілдерінде осы ерекшеліктер жоқ екен. Бізге түркі тілдес тілдеріндегі мысалы тас жол, жеке дара алғанда жол не деген сұраққа жауап береді, тас не деген сұраққа жауап береді де, белгілі бір сөздің атауы болып, тас жол қабыса байланысып, белгілі бір үлесін қосып тұр. Осы ерекшеліктерді аңғарған Мәулен Балақайұлы Балақаев қазақ тіліндегі изофеттік құрылыстар мақаласын жарыққа шығарды. Түркі тіліндегі изофеттік құрылыстарды 1954 жылы Майзел өзінің түркі тіліндегі изофеттік құрылыстар деген еңбегінде едәуір саралап берген болатын. Кейіннен Мәулен Балақайұлы Балақаевтың қазақ тіліндегі ерекшеліктерді айта келіп, мынандай мысалдар келтіреді. Изофеттік құрылыстар дегеніміз екі зат есімнің матаса және қабыса байланысқан формалары. Бұл сөз тіркесінің ерекше бір қасиеті, даралап көрсететін ерекше нүкте деп тоқталады ғалымдар. Ендеше қазақ тіл білімінде изофеттік құрылыс үшке бөліп қарастырады. Бірінші бөлігін ғалым бірінші құрабын Саматтың дәптері, Саматтың қолжазбасы толық басыңқы сөздің тәуелдік жалғауын, ал бағыныңқы сөздің ілік септік формасында қажеттілігін және матасу амалы арқылы жасалған ерекшелігін изофеттің бірінші түрі деп береді. Ал изофеттің екінші түрін жаңа жоғарыда атап өткеніміздей босаң және берік изофет болды. Бұл изофеттің екінші түрі мал шаруашылығы басыңқының ілік септігі жалғауында бағыныңқының ешқандай қосымшасыз берілу арқылы жасалуын изофеттің екінші түрі деп береді. Ал изофеттің үшінші түрін ешбір қосымшасыз қабыса байланысқан сөз тіркестер деп береді. Тау ешкі, тас жол. Басыңқы сөзде жол ешбір қосымшасыз, тас ешбір қосымшасыз тіркесіп тұрған сөздер тізбегінен жасақталған. Изофеттік құрылыстардың ерекшелігіне тағы бір мынандай мысал келтіріп кетуімізге болады. Байжанның көлі, Байжан көлі, Байжан көл деген атаулар бар. Ендеше Байжанның көлі белгілі бір көлді бір кісінің есімінің сол көлге сіңірген еңбегін ерекшелеп атау үшін көлді Байжанның меншігіндегі көл деп есептейміз. Көл Байжанға, Байжан деген кісіге тиесілі, меншікті. Белгілі бір даму барысында уақыт өте бере осы ерекшелікті Байжан көлі, демек көлге атауыштық мағына беру үшін изофеттің екінші түрі терминдер жасауға үлес қосатын екінші түрі Байжан көлі деп беріліп отыр. Бұл жерде меншіктілік емес, бұл жерде толымсыз формадағы босаң изофеттің берілуі тек қана атауыштық мағынада жұмсалып отыр. Кейіннен уақыт өте келе Байжан көлі
Байжан көл аталып, ол да номинативтеніп барып, белгілі бір көлдің Байжан көл аталып, кейіннен күрделі сөз жасауға ықпал жасап отыр. Осы бір ерекшеліктерді Бәулен Балақайұлы Балақаевтан кейін Ағманов, Аблақов сөз тіркестерінің лексикалануы және күрделенуі атты еңбектерінде ерекше тоқталған болатын. Сонымен, матасу амалы арқылы жасалған сөз тіркестері бізге белгілі болды. Сол негізде түркі тілдестерге тән ерекшелік бұл осы сөз тіркестеріндегі тағы бір тіркестің изафеттің шығуына елеулі үлес қосқандығы жайлы тоқталдық. Рахмет.